Төтенше жағдай кезінде тұрғындарға және мұқтаж жандарға қандай көмек көрсетіліп жатқаны және басқа сұрақтарға жауап алу үшін Қазақстан президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты әлеуметтік саяси зерттеулер бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері Мадина Бектеновамен хабарласуды жөн көрдік. Кеш жарық, Мадина Кенесарықызы. Бірден сұрақтарға көшейін. Жалпы осы қалалар мен өңірлерде тұрғындарды қолдаудың қандай шаралары қолға алынды? Кеш жарық. Әрине, карантиндік шаралар азаматтардың қаржылық және әлеуметтік әл-ауқатына тигізер әсері теріс деп есептейміз. Осыған байланысты мемлекет басшысы да өзінің мәлімдемелерінде осы проблемаға жіті назар қоюда. Мысалға, мемлекеттік комиссия шешімімен әлеуметтік, экономикалық, ауыл шаруашылығы, сондай-ақ еліміздегі шағын және орта бизнес өкілдеріне ауқымды көмек көрсетіп жатыр. Атап өтсек, 4 миллионнан астам азаматқа қаржылай көмек көрсетілді осы уақытқа дейін, және де 500-ден жуық азаматқа азық-түлік таратылған болатын. Сондай-ақ коммуналдық төлемдер тарапынан да көмек көрсетіледі деп күтілуде. Оның саны, адамдар саны 1,5 миллионға жетеді деп есептеледі. Сондай-ақ өте маңызды шаралардың бірі ол біздің жаңағы індетпен күресіп келе жатқан ақ халатты абзал жандарға да тиісті көмек берілді осы уақытқа дейін. Жақсы, түсінікті. Енді волонтерлер ең алдымен қандай адамдарға көмекке келеді? Былайша айтқанда, қандай жағдайға басымдылық бересіздер? Жалпы алғанда қазіргі ахуалда волонтерлік және қайырымдылық шаралары өте маңызды. Және де біздің қазақстандық волонтерлер мұқтаж жандарға көмектесу үшін аянбай жұмыс істеп келеді. Бұл игі мәселе негізі тек жастарға ғана тән емес. Бойында патриоттық сезімі бар әр азаматымыз волонтерлік жұмысқа қатыса алады. Және де бұл волонтерлік жұмыстың негізгі бағыты ол әсіресе ардагерлерге, егде жастағы адамдарға, көпбалалы аналарға, сондай-ақ жағдайы төмен, әлеуметтік жағдайы төмен, жұмыссыз қалған азаматтарға көмектесу арқылы. Яғни бұл көмектің негізгі бағыты ол азық-түлік жиынтықтарын, себеттерін жинау, керек дәрі-дәрмек құралдары, сондай-ақ санитарлық гигиеналық құралдарды таратып беру мәселесі төңірегінде. Жалпы қанша адам өз еркімен волонтерлік жұмысқа кіріскен? Елімізде олардың жалпы саны қанша? Негізі Қазақстанда осы волонтерлік жүйенің қызметін дамуы өте қарқынды болып келеді. Мысалға, 2017 жылы еліміз бойынша 100-ге жуық ұйымдар жұмыс істесе, осы биыл 200-ге жуық ұйымдар жұмыс істеп келеді. Яғни осы республикамызда ұлттық волонтерлік желі жұмыс істеп келеді. Оның құрамына қазіргі кезде 80-ге жуық ұйымдар тіркелген болатын. Сондай-ақ осы республикалық волонтерлер фронт офисі ашылған. Ал егер нақты санына келетін болсақ, осы ресми мәліметтерге қарағанда тек Жас отан тарапынан 3000-нан аса волонтер жұмыс істеп келе жатыр. Жақсы, түсінікті. Енді волонтер болғысы келген азаматтар не істеу керек? Волонтер болғысы келген азаматтар ең бастысы осы біз біргеміз деген акция жүріп жатыр елде, қайырымдылық акциясы. Ол акцияға қатысу үшін адамның ең бастысы өзінің бойындағы патриоттық сезімі болу керек ең біріншіден. Мейірімділік, қамқорлық сезімдері болу керек. Ал жалпы волонтерлік шараларға қатысып жатқан азаматтарымыз, олар ең біріншіден нұсқаулықтармен танысады. Яғни олардың осы коронавирус жағдайында қорғану мәселелері алдыңғы қатарда тұр. Неге десеңіз, коронавирус індеті өте жұқпалы ауру, өзіміз бәрімізді білеміз, оны әлемде де мойындап жатыр. Және де қорғаныс мәселелері өте маңызды. Соның ішінде әрбір волонтерға керек санитарлық гигиеналық құралдар таратылады, соның ішінде медициналық бетперделер, қолғаптар, арнайы костюмдер таратылады, контактсыз жеткізіп беру мәселесі жолға қойылған. Яғни волонтерлар үшін біраз жұмыс істелді.
Жақсы, рахмет. Мемлекет тарапынан. Тікелей эфирге шығып жауап берген үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, студиямен байланыста Мадина Бектенова болады.